Ал бұл ақша маған лайк басып және тіркелгендерге достар міндетті түрде тіркеліп лайк басыңыздар. $1 миллион теңге 10 адамға 100 мың теңгеден табыстаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мынау сізге конверт. Рахмет дегенім ғой. Не деймін, мені сыйлап келіп жатқандарыңызға көп рахмет. Алланың нұры жаусын, бала-шағаларыңыздың рахатын көріңіздер. Өмірде тек жаманшылық көрмеңіздер, жақсы нәрсе көріңіздер. Еліміз тыныш болсын, заманымыз тыныш болсын. Бізді сыйлағандарыңызға көп рахмет айтамын. Алладан қайтсын бәріміз. Рахмет әпке, бақытты болыңыздар. Ауырмаңыздар. Бір телевизорымыз бар, жаман болды. Басқа ештеңе жоқ. Квартирамды бар. Біз өстіп қашанғы жүреді екенбіз дедім. Мен жұтқа тарлы өмір сүргім келеді. Мен жұтқа қол жайғым келмейді. Бірақ халыққа рахмет айтам. Халық беріп жатыр, көмектесіп жатыр. Алладан қайтсын деймін. Мен сіз соткіден көретін тұрмын. Мені ма? Сіздің өміріңіз бар ма? Таппаймыз ба? Сосын өміріңіз таппадым. Алладан бірақ сұрадым. Кесін деп па? Иә. Рамазанға сізге сыйлық алып келіп едік. Конверт. Мына ата. Қабыл болсын. Апа, саламатсыз ба? Қалайсыз? Амансыз ба? Есіңіз кім, апа? Раушан. Раушан апа, мынау сізге. Ішінде 100 мың теңге бар. Ары уақытта жүріп, жаңап жылап алдым да бір түрлі. Ана қысымда шымкентке барып ақша жоқ, бәрі ақша қойылады, ол жаққа түсін. Не істерім деп, пейсер күтіп тұрап, рахмет, Алланың нұры жаусын сіздерге. Жыламаңыз, апа. Ана деген жылайды ғой, кетіп біресін уайымдайды. Бәрі жақсы болады. Қабыл болсын беріп бізді садақаларымыз. Бізді қонсын құдай сіздерді екен жоқтыңыз. Берген бір садақаңыз қабыл ет. Құдай ниеттен сіздеріңіз құдай деді. Еш уақытта ауырмаңыз, отбасы аман болсын. Аман есіп жүре беріңіздер. Алланың арқасында. Сіздің берген сол. Құдай қуантсын сіздерді. Сізді қуантсын дейсіздер. Қабыл еттің дейсіздер. Қабыл еттің. Рахмет, апа. Жақсы, аман болыңыз, апа. Ауырмаңыз. Есіңіз кім, ата? Ясыл. Егесіл? Апа іште ма? Бұл іште, ол ашты кәр. Әбігіңді кел. Ішті. Байқал. Кел. Апа, қалайсыз? Амансыз ба? Қалайсыз, апа? Қалайсыз, сауын жақсын амансыз ба? Алла шипасын берсін. Апау, жағдайыңыз қалай? Мен жүріп қалам. Апа, мына 100 мың теңге сізге. Еңбегімді ақтарыңдар. 100 жылға істеген. Айнап кетейін, жүзгөгеңдер. Алла рахым болсын сендерге. Берген маған бәр берген болсын. Мен 100 істедім ғой. Батарея жоқ екен ғой, батарея. Жоқ, ондай жоқ па? Анандай пеш, мына пеш бер. Анандай пеш, мына тамда.
қыстай отырып сондай. Ел ауырып қалып 97-те келді ғой. Ежіңдіш, екі конверт. Апа, мынау тағы да сізге 200-ның. Мынау 3-ші конверт, 3 конверт, 300-мың теңге. Бұл сізге, апа. Рахмет. Рахмет. Баласы. Тегін ба? Тегін. Біз қалада суши заказ беріп, кешіксе олармен ұрсып. Алла сақтасын, қараңыздаршы. Жүзге келген апа. Алла сақтасын, қараңыздаршы. Батарея жоқ үй. Басқа үйге барып қайтайық. Мақлауым мен. Жақсықта жүріңдер. Жастарыңыз ақ болсын. Мен ұстап 95-ке келдім. Алла рахым болсын айналайын. Амин, апа. Мына үйде квартиранттар тұрады екен. Ауылда квартирада тұрады ғой. Ойлаңыздаршы. Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Мамаң кім? Мамам көшеде. Мынау конверт. Мамаң келген соң мамаң қолына бер. Бір кісілер беріп кетті де. Жарайды ма? Рамазан мүбарак болсын. Жаным сол. Есің кім? Елдос. Елдос, аман бол. Жақсы. Қоя бер, шақырмақы. Мамаңа сәлем айт, жарай ма? Не деген тегін ақша бұл? Аллах разылығы үшін. Рамазан мүбарак болсын. Рахмет сонда. Ау? Қорқынышты келдім да тегін ақшаға. Апа, қорқпаңыз. Бұл халық берген қаражат. Аллах тағала риза болсын сізге. Бақытты болыңыз. Рахмет сонда. Рамазан мүбарак болсын. Рахмет қарып отырып. Диктаттан көріп жүрмін. Апа, мына 100 мың теңге сізге. Бала шағаларыңызбен отырып, бір тамақтаныңыздар. Аллах тағала береке берсін. Қарыз төлеуге бола ма? Болады, апа. Өзіңіз білесіз. Ең бастысы сізге қолыңызға жеткіздік. Халықтың аманаты. Осындай жақсылық бола берсін. Жақсы, апа, сізден кейін тағы да бір кісіге кіреміз. Аман болыңыз. Рахмет. Апа, мынау сізге ішінде 100 мың теңгелік конверт. Рахмет. Ештеңе көрмеңдер, аман есен болыңдар, бала шағалардың қызығын көріңдер. Елдерің сау болсын, ауырмаңыздар. Аман есен болыңдар. Рахмет, апа. Бақытты болыңыз. Достар, оразаға аз ғана уақыт қалды. Егер атсалысам деушілер болса, төменде Каспий Голдтың номері жазулы, және де маған тіркеліп қойыңыздар. Алла разы болсын.